кішкентай кезімізде ата-анамыз бір шал немесе бір кемпір қайтыс болыпты деп жан-жақтағы жақындарға хабар айтып, бәрі жиналып барып келіп жататын. Соған қарап, балалық түйсігімізде тек қана шал мен кемпір ғана қайтыс болады деген оймен жүріп, жасы 50-ге де толмаған анамыздан қапелімде айырылып қаламыз деп ойламаппыз. Әкеміз күнде жұмыста, үйдің базаршысы мен болдым. Дүкеннен азық-түлік әкелу менің мойнымда. Әкем берген ақшаның күнде есебін беріп отырамын. Сол кездері әр үйде бір айнасы бар сары шифонер болатын. Соны құлыптап, дәу қара чемоданды құлыптап, кілтін мектепке баратын сумкама салып аламын. Өзім 4-ші сыныпта оқимын. Менің де 2-ші сыныптағы сіңлімнің де шашымыз ұзын, қалың. Ол шашты игеру де бізге өте қиын болды. Қыста үйге от жаққаннан үйдің қабырғасы қара күйе, көрпешелердің тыстары кір. Дәл сол сәттерде анамыздың қайтқанына жыл болған кезде үйге 2-ші анамыз келді. Өзіміздің анамыз өте таза болатын. Өзі тігіс тігетін, ауылдастардың барлығының текеметтерінің оюын оятын. Үй, қора, қопсы, бақша бәрі қолмен қойғандай болатын. Ал мына анамыздың тазалығы ол кісіден де асып түсті. Үйден барлығын шығарып, әктеді, көрпелерді жайды, көрпеше тыстарын жуды. Дүкеннен мата алып келіп, төсейтін жайма, жамылатын көрпелерге тыс тігіп, киіздерді қағып, сілкіп, қабырғада ілулі тұрған кілемдерді шөткілеп, шашымызды тазалап, көп бұрым етіп өріп қойды. Сабағымызды қадағалап, әсіресе орыс тілінен көп көмегі тиді. Мен шелпек пісіре алмайтындықтан бейсенбі сайын отқа бір қасық май салатынмын анама атап. Бұл кісі келген соң 1 жылға дейін көршілерді бейсенбі сайын шайға шақырып Құран оқытып тұрды. Тазалыққа өте жіті көңіл бөлетін, жуған кірлері ақ шатырдай болатын. Күнде ұйықтар алдында бет-қолымызды, аяғымызды жумай жатқызбайтын. Бізді мектеп бітірген соң оқытты, тұрмысқа берді, жасауымызды жасап, балаларымызға мейірімін көрсетті. Інімді үйлендіріп, балаларына өте жақсы қарады. Кір-қожалық еткен жоқ. Үстерін тап-таза, ерінбей жүгері талқан жасап қойып, сүтке күріш тары жарма салып ботқа жасайтын. Қаланың қызы едім деген жоқ. Үйдің де, түздің де тірлігін бітіріп жүрді. Асты үстіне түсіп емес, керісінше өте қатал әкемізді де сыйлап, тәрбие тәртібіне көнгеніне ризамыз. Әкеміз 85-ке келіп дүниеден озды. 3 жылдан соң анамыз 3-4 күн жатты да кете берді. Ол кісілердің Алла мекендерін жұмақтың төрінен нәсіп етсін. Қазір басымыз қосылса, еске алып отырамыз. Ешкімде жоқ әке мен өгейлікке қимайтын анамыз болғанына шүкірлік айтамыз. Сондай керемет ана бізге 33 жыл ана болды.